күйеуіммен бүгін тағы ұрсып қалдым. Ары ойлап, бері ойлап, бүгін бейсенбі, ертең бір күн жұмыстан сұрансам, жексенбіге дейін ауылыма барып келейінші деп, енеме мам, ауылға 2-3 күнге барып келейінші, мамаларды сағындым, Саматқа айтсам жібермей жатыр дедім. Содан енем менің көзімше күйеуіме звондап: әй бала, біреудің қызын алғанда бәле дейсің, ал жіберуге келгенде не сонша жалындырып, жібер ауылына барып қайтсын. Құда-құдағидан да ұят болды. Құлдықта ұстап отырсың ба, барып келсін, мен айттым деп, маған барып кел қызым, құда-құдағиға дұғай сәлем айт деп, бір сумка анау-мынау салып жіберді. Балалар сабақта болған соң жалғыз кете бер, балалар сабағынан қалмасын деді енем. Содан такси керек болып индрайвер шақырдым. Такси келді, мен бірші болып машинаның алдына отырдым. Сосын тағы 2 кісі және посылка алды да жолға шығып кеттік. Жаз уақытысы болған соң көйлегім жеңі болатын. Ойымда еш нәрсе жоқ, телефон қарап отырғам. Көзім түсіп кетті, көйлегім терезе ашық болған соң жүргенде желмен жоғары көтеріліп кетіпті. Водительге қарасам, взглядын резко жолға қарай бұрып жіберді. Ұялып кеттім. Түсерде 5:00 ақшалай беріп едім. Стача болмай тұр, Каспиймен жіберсем болама деді. Без задних мыслей айта салдым. Ол Каспийге қалған ақшаны салды да мен түсіп кеттім. Үйге барған соң кешкісін Каспийға 10:00 теңге түсті да, артынан WhatsApp-пен кешіріңіз, бағана бензинге ақша болмай сізден жол ақысын алып едім, соны қайтарып жатырмын, қалғаны от мене подарок деп жазып жіберіпті. Түк шіркін-ай, қандай жомарт жан едің дедім да, как раз ақша керек еді. Рахмет дедім да басқа еш нәрсе жазбадым. Сол күні басқа еш нәрсе жазбады. Ертесіне таңертең: қайырлы таң. Қалайсыз? Сізбен жақынырақ танысуға бола ма? деп жазып жіберіпті. Жоқ, болмайды деп бас әріппен жазып жібердім. Неге? Қуасын айналайын, байым, бала-шағам бар, әйелімін мен. Ну и что, менің де әйелім бар, бала-шағам бар. Есімің кім? Жомарт. Жомарт, тыңда, мен жас қыз емеспін, саған тағы да айтам, күйеуім бар, бала-шағам бар, мені жайыма қалдыр, адамгершілікпен жай айтып жатырмын дедім. Содан жарайды деп тоқтады. Сол күні мазаламады. Сенбі күні ауылға сыныптасым Ақеркеде келіпті, көрші тұрамыз. Содан кешке ауылдың кафесіне барып қайтайық деді. Жарайды деп кешкісін екеуміз кафеге барып біраз отырып, 2 бокал пивадан ішіп қайттық. Үйге воротадан кіре бергенім сол еді. Қалайсыз деп тағы жазып тұр. Саған не керек осы менен деп голосовой жазып жібердім. Сенесіз ба, бір көргеннен ұнатып ғашық болып қалдым. Сіз не айтасыз, барлығына көнем, біраз сөйлесіп көрейікші деп өтінді. Содан сол баяғы пивоның әсері бар, күйеуіммен ұрысқанның әсері бар, сөйлесіп кеттім. По сценарию, әйелім мені түсінбейді. Әйеліме жақпай қойдым. Короче, түнгі 2:00-ге дейін сөйлестім. Содан не істеп жатсың дейді ғой. Ұйықтайын деп жатырмын дедім. Ұйықтамасаш мен қазір саған барам, шықсаш дейді ғой. Қуасың ба, түнгі 2:00 есі дұрыс адам шыға ма дедім. Біздің есіміз дұрыс емес деп ойла да шыға берсеш деп қиылады ғой. Содан не керек, көндірді ғой. 5-қа шығасың да амандасам қайтып кетем деп. Мақұл дедім. Самен шамамен 3:15 келіп тұр ғой. Шықтым, алдында сөйлескенде құрбыммен пиво ішіп келдім деп айтқам ғой. 5 банка пивосы бар, гүлі бар, Рафаэлосы бар. Содан әңгіме, қайдағы 5 минут, сағатқа қарасам 4:00-ден асыпты, таң атайын деп жатыр. Қой, мен кеттім деп кіріп кеттім. Ертесіне жексенбі, қайтуым керек, азанмен жазып тұр ғой, қашан алып кетейін деп, сен қуасың ба? Кім саған алып кетеді десем, енді жаяу қайтпайсың ғой, өзім алып келдім, өзім алып кетем деп, общем сол алып кетті ғой. Машинада ешкім жоқ, екеуміз ғана. Жолай бір талдың көлеңкесіне, жолдың шетіне тоқтап тағы біраз әңгіме айтып отырдық. Сағат 11:30 келіп тоқтадық. Сағат 14:30 машинаның артында екеуміз тыр жалаңаш секспен айналысып жаттық. Білмеймін қалай көніп қалғанымды, 2 күн бұрын танысқан өзімнен 3 жас кіші жігітпен 3 ұйықтасам да ондайға барам деп ойламаппын. Арасында күйеуім,
Бала шағам звондап алды. Сонымен сағат 16:00-де кеш болып кетті, мені іздейді деп әрең кеттік. Сол жағдайдан кейін аптасына бір рет, кейде 2 рет кездесіп жүрмін. Кәдімгідей бауыр басып қалдым. Күйеуімнен көрмеген жылулықты содан көріп жүрмін. Соңы немен бітетінін білмеймін. Ұзақ болып кетсе ренжімеңіздер. Бала кездегі оқиға есімнен кетпейді. Ауылда туып өстім. Мен 4-5 жасымда ауырып, мамам бір күндік демалыс алып, мені әуелі жуындырып, киіндіріп, түскі астан кейін автобуспен ауданға дәрігерге апаратын болды. Қыс кезі болатын, біз ауданға жетеміз дегенше күн батып кеш қарайды. Мамамның айтуы бойынша осы аудан орталығында әкемнің алыс туыстары тұрады. Бірінші қонақ үйден бөлме қараймыз, болмаса сол туыстардың үйіне барып түнейміз деп ескертті. Біз келгенде қонақ үй толып қалған екен. Біз қайта шығып бара жатқанда, есік алдында мамам бір кісіні көріп, қуана амандасты. Екеуі мәз боп ауылдағы жаңалықтарды, содан кейін аурухана туралы сөйлесе бастады. Кейін әлгі еркек біреудің қынап ауруы туралы, арасында гинекологқа тексеру керек екенін айтып жатыр. Мен үшін олардың не туралы айтып жатқаны түсініксіз болды. Ол өзінің осы қонақ үйде, 2-ші қабатта, 2 кісілік қонақ үйде тұрақтағанын, біздің де еркін сиятынымызды айтты. Сосын өзі қонақ үй қызметкерімен сөйлесіп келіп, бізді 2-ші қабатқа ертіп шықты. Бөлме ішінде 2 кереует бір-біріне қарама-қарсы орналасқан, олардың арасында үстел бар. Үстел үстінде су құйылған графин, 2 стақан және күлсалғыш болды. Мамам мені шешіндіріп төсекке жатқызып ұйықтап қал, ертең дәрігерге барамыз деді де, өзі заттарды жинастыруға кірісті. Мен енді ұйықтайын деп жатқанда есік ашылып, ішке әлгі еркек кірді. Кіре сала пальтосын шешіп, бос кереуетке лақтырды, сосын чемоданынан бір бөтелке арақ пен жеңіл тағамдарды шығарды. Ол маған жақындап қолын созып, бір уыс кәмпит берді. Мамам болса жайлап дастархан жаюға кірісті. Әлгі еркек мамама бірдеңе айтып күлді. Мамам болса, ой, сен не айтып тұрсың? Көп ішуге болмайды, ертең дәрігерге жазылуым керек деп айтты. Олар бөтелкені ішіп болғанша бірге отырды. Әлгі кісі темекі шегуге шықты. Анам маған келіп, мына пәленше ағай осында түнесе бола ма? Әкең ішіп келіп бізді қуып шыққанда қораға тығылып ұйықтайтынымыз есіңде ме? Ағайыңның ұйықтайтын жері жоқ боп тұр деді. Мен әкеміздің мас күйінен қашып жылаған кезім есіме түсіп, үлкен ықыласпен. Аха дедім. Мамам жарықты өшіріп, асықпай шешініп, менің жаныма жатқанда төсектен сықырлап, жағымсыз дыбыс шықты. Мамам, ұйықта, ертең ерте тұруымыз керек деді. Ұйықтап жатқам неге екенін білмеймін, оянып кеттім. Қасымда мамам жоқ екен, әлгі еркектің жүр, көмектесші. Ең болмаса бір рет деп сыбырлағанын естідім. Әйтеуір ауырып жүрген болуы керек, мамамнан көмек сұрап жатқан шығар деп ойладым да, тыныш жаттым. Қойшы енді пәк қыз ұқсап, не болды сонша тырысып, дорбам толып, белім ауырып тұр деді әлгі кісі тағы да сыбырлап. Мамам болса, тыныш деп ол әлі ұйықтаған жоқ, шыдай тұршы деп сыбырлап жатыр. Қанша күтеміз? Деп қоймайды анау да. Аяғыңды ашшы, салайыншы деді. Мамам болса тұншыға күліп, әй күте тұршы, әлі ерте деп жатыр. Екеуі көрші төсекте жатыр, әлгі еркек мамамды сүйіп, кеудесін қысып жіберген болуы керек. Уф! Сен не істеп жатырсың? Ауырды ғой деп екеуі сөйлесіп жатыр. Сосын әлгі еркек орнынан тұрып, ортадағы үстелге қарай жүрді. 2 аяқ арасынан шұжығы көрініп тұрды. Жоқ, шұжық емес, үлкен шұжық. Ол отырды да, темекі тұтатты, өзіне ішімдік құйып ішті. Мамам да орнынан тұрып, жанына келді. Ол оны белінен құшақтады. Жүрші деп бірдеңе айтты, алшы деді. Ау дейім, белім қатты ауырып тұр деп қояды. Мамам болса, жоқ, бәке, мен істей алмаймын, тісім ауырып тұр деп қояды. Мамам тізерлеп отырып, оның шұжығын 2 қолмен сипалап отыр. Рая саған қалай шыдайды? Мынау тым үлкен ғой деп күліп қояды. Содан кейін екеуі сыбырласып, төсекке жатқанда төсектің серіппелері сықырлады.
Тыныш, асықпа деп сыбырлады мамам, содан кейін әлгі кісі оның аяғын көтеріп кең жайды. Мамам оның қолынан ұстап, ақырын ғана ыңқылдап, тыныш, тыныш. Мен әлі суланбадым деп жатыр, әлгі кісінің бөксесі бұлаңдай бастады, төсек қайтадан сықырлады. Асықпа. Баланы оятасың деп сыбырлады мамам. Мамам бір қалыпты ыңырси бастады, әлгі кісі оның аяғын кеудесіне қысып, кіріскенде сықырлаған дыбыс күшейді. Мамама да жағып жатқан сияқты, тезірек, 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 қымбаттым деп сыбырлап жатыр. Содан кейін қарқынын арттырғанын көрдім. Оның дорбалары мамамның артына жылдам соғылып, содан кейін дірілдеген дыбыс шығара бастады. Ойбай, өлдім деді, мамам ақырын ғана ыңқыл салып жатыр.